Tamam. Ay berekelde. Al assalamu aleykum ağay. Toy kutlu olsun hani. Kömür ki kalay. Ay tamaşa. Al assalamu aleykum armısızlar varmısızlar. Ulu dalanı ulağatlı urpaklara. Küllü dünya maktağam. Ata destürü saktağam. Kaymağı bozulmağam. Hasiyetli kazak ele. Bugün de mene şanırağa atalı bolğam, bodalı bolğam. Koyuşbayday әкемізбен, табиғаттай анамыздың отының басындағы, бақтырды мен Розаның ошағының қасындағы, кішкентай ғана Балдос, Нұрдос, Ибрахим атты үш құлышағымыздың сүндет тойы құтты болсын ағайын! Ай, бәрекелді, рахмет. Тауып айтқан бір сөзге шын жетпейді, шындық сөзге ешқашанда күн жетпейді. Бір емес, үш бірдей тол, қатар болып, жасадық дүрілдетіп, дүрмек тойды. Той иелерін ағайын ортаға шақырайын, қуанышсыз көңілден кім кір кетпейді. Кім бізге қошаметін қатты соқса, сол бізді соншалықты құрметтейді деп той иелері қарап келе жатқан шығар. Олай болса баршамыз орнымыздан тік тұрып, қанекей, орнымыздан тұрып, жымиып күліп, қошеметімізді аямай ұрып, бүгінде Қойшыбайдай әкеміздің әулетін құрмет шабалағымызбен шабытты қанекей бүгінгі той иелері ортаға ағайын той құтты болсын қанекей Қойшыбайдай әкеміздің әулеті. Тамаша әңгіме ортаға. Ау келіңіздер қане. Әкемізде менен келатыр болса ғой ағайын. Ұрпақтың қуанышы құтты болсын. Ақыл айтайын ұлым саған, жетпей отыр ақылым бүгін соған. Адалдықтың ұлатпақ жалғығын, сол үшін де берілген болса. Сөзім еңбектің торамын, шыбыр болып шырылдап жүргенім. Достымды ойнарым мені сыйласа көңілімді қалдырма, кірсені тыл, түңілуге ақын жоқ. Мен тұрғанда артында, мен тұрғанда алдыңда ақыл.
Biz olsa elge, adam eken jerge ne işin geldik? Böletugün canı үшін емес, қорадағы бестал сиыр малы үшін емес, ұрпақ деп келген қазақ біз едік. Ұрпақтың қызығын көріп жатырмыз. Әке, қуанышыңыз әрқашанда үзілмесін, шаңырақтарыңызда шаттық шалқып тұрсын, бақыт балқып тұрсын. Тағы да бір қол салып қошеметтеп қояйық той иелеріне. Рахмет. Енді тойханамыздан әдемірек орын тауып жайғасып отыруларыңызға рұқсат. Енді тойымыз кішкене кеш басталып жатыр. Сондықтан бірден илахи әумин деп осы бүгінгі жақсылыққа, тойға бата, дастарханға бата, балаға бата осында бәкіралды ағамыздан илахи атамыздан илахи әумин деп бүгінгі қуаныш тойдың бағасын сұрайық әнекей. Ақсақалымызға елбеген. Ол үй берсін бізге, Құдайым берсін сізге. Той жасаған ұрпақтың жақсы есін бізге. Amin. Тойың құтты болсын, тілеуің дұрыс болсын. Amin. Алла тағала той жасаған немере ақылды баш берсін, ұзақ өмір жас берсін, қимақ құлақ берсін, сүрінбейтін тұяқ берсін, көретін көз берсін, шешен сөз берсін, қалмайтын жақ берсін, таусылмайтын бақ берсін, сімер қол берсін, ақ жол берсін, таулай ар берсін, дүниедегі жақсылықтың бәрін берсін. Amin Allahu Ekber. Amin. Әйгіңіздің рахматасы. Қабыл болсын, қабағыңыз болған астық болсын. Сіздер бата алған осы Балдос, Нұрдос, Ибрахим, Алла бұйырса, Жетісу облысын басқаратын әкім бастық болсын дегіміз келеді. Ендеше осы әулеттің қуаныш тойы тағы да бір мәрте құтты болсын дейміз. Мынау бүгінгі Балдос, Нұрдос, Ибрахимнің бүгінгі сүндет тойлары құтты болсын деп бір қол соғайық, кішкене қалайық. Ал енді рұқсат болса құрметті ағайын туысқандар, мынау иісі мұсылман адамның қонаққа барған кезде дейді, төрт түрлі әдебі болады екен құрметті ағайын. Бірінші, үй иесі қайда отыр десе соған жайғасу керек екен. Екіншіден, үй иесі қандай ас берсе соған риза болу керек екен. Үшіншіден, ас қайырмай дастарханнан ешқашанда тұрмау керек екен ағайын. Төртіншіден, сол әулетке Алладан дұға тілеп, тамаша тілектер, ниеттер айту керек дейді екен құрметті ағайындар. Олай болса, ауыл бар ма ақсақалсыз, атасыз, оның айтқан әрбір сөзіне манасыз деп, жас үлкендер ол өз алдына бір төбе, олар кеткен қызметінде мәртебе, бәрекелді балам десе болғаны, бақ құсыңның басыңа кеп қонған дейді екен. Ендеше бүгінгі қуаныш тойымыздың томағасын сыпырып, алғашқы ақ тілегін айтатын осында келіп отырған Балдос, Нұрдос, Ибрахимнің барша ата-апалары, өз ата-апалары, нағашылары қазір бөлек шығады ескертіп айтайын. Ата-апаларын асабаның алаңына, тойхананың төріне бүгінгі қуаныш тойымыздың томағасын сыпырып алғашқы ақ тілегін айтуға шақырайық. Ал келіңіздер, әулет, үлкендері, аталарымыз, апаларымыз, ұрпақтың тойы құтты болсын, қанекей! Тамаша көңіл. Өзіміздің ұлтымызды, дінімізді, тілімізді сақтаймыз деп, ет атамыздың туған мекеніне келіп отырмыз. Осы Алланың қалауыменен бүгін ұрпағымыздың саны артып көбейіп отыр. Бұл Алланың арқасы. Сондықтан бұдан кейін барлығымыздың ұрпақтарымыз осындай той жасайтын абыралы жақсылыққа кезігетін болайық. Барлықтарыңызға Алланың нұры жаусын, барлықтарыңызға рахмет, жолдарыңыз болсын, аман сау болыңыздар. Ay rahmet. Ассалаумағалейкум. Тойға келген жалпы қауым. Бүгінгі той ерекше бір жақсы той болды. Мына Қойшыбай бір жағы туыс, бір жағы менің замандасым, сабақтасым еді. Осыдан бір жыл бұрын менің баламның тойында Қойшыбай жақсы батасын беріп, жақсы лебізін айтып, балама үлкен зор тілек тілеген еді. Бүгін мінекей дәм рызқы бұйырып, мына көрші елден осында келіп қоныстанып, мына дәмге, мына тойға қатынасқаныма үлкен қуанышта болып отырмын. Қойшыбай, бала-шағаң бақытты болсын. Сүндет жасаған үш азаматымыз болашақта үлкен министр болсын деп тілек тілеймін. Рахмет. Aytastırma apalar. Bossanızlar. Osramızlar.
Ай бәрекелді енді қосылғанның өзі бір бақыт қой. Рахмет, айтқан дуа тілектеріңізді Алла тағала қабыл етсін енді. Өткен күнге өкінген жоқ, осы күнге тәубе деп, келесі күнге Алла деп, дәл осындай әулеттің үлкендері болып аман саулықта жүруді нәсіп етсін енді. Қойшыбай аға өзіңіз бір ауыз айтпайсыз енді. Той сіздікі ғой. Бір қол соғып қояйықшы ағама. О, бала балған тәтті, немере жаннан тәтті дейді. Көңіл күйіңіз қалай аға? Жақсы ма? Жақсы. Тілек айтып қой. Мақұл онда осы бүгінгі менің қуанышты тойыма келіп отырған барлық осы жердегі бауырлар, туыстар, жеке жұраттар, достар, аз жақыннан келген. Бір аяқта да мына жаңа аяқта мынау Қытай мемлекетінің шаймағынан басқасы осы жерде отырсыздар. Осы тойға келген қадамдарыңызға мыңға бір рахмет. Атамекен Қазақстанымыздан осы жердегі жердің бауырымыздан да осы тойларға менің қуанышыма ортақ болып келіп отыр. Төңіректің төрт бұрышынан келіп отырсыздар. Сіздерге үлкен рахмет айтамын. Менің осы бүгінгі өткізіп жатқан тойым сіздермен бақытты бола алады, сіздермен сәнді мәнді бола алады. Сіздердің арқаларыңызда, сіздердің демеулеріңізде, сіздердің осындай жақсы бата берулеріңіздің арқасында осындай жақсы тамаша табысы өтеді деп сенімім бар. Барлықтарыңызға рахмет. Осы барлықтарыңыздың ұрпағыңызда, осы менің ұрпақтарымның қуанышқа бөліне беріңіздер. Сіздерге жұғысты болсын. Келген қадамдарыңызға мыңға бір рахмет. Семьяларыңызға бақыт кетпесін. Бәрекелді, міне, ағамыз қандай той жасады. Арғы беттен бергі беткен ағайын баршамыз қосылып, дүбірленіп дүркіретіп той жасап жатырмыз. Осы көштің басын бастап келген өзіміз ғой аға. Қуанышымыз құтты болсын енді міне. Қазағым басынан қанша күйлер өтті. Кімдер бізді қамырға елемепті. Кешегі ашаршылық заманында сұм тағдыр бұл қазақты түйреп өтті. Сол кезде ата жұрттан ауа көшіп, қанша қазақ шекарадан жилеп өтті. Ар жақта Қытай, бұл жақта орыс 70 жыл бодан қылып билеп өтті. Тәңірім тәуелсіздік нәсіп етті. Біздерге өсиеті қойсы керекті. Сол кезде қандастарым ел оралды. Қимасада өр алтай, құлақ құлжа, тарбағатай, Чилөзекті. Соның бірі Қойшыбайдай әкеміз ғой ағайын. Өз өмірін өз әнші бейнелепті. Үкіметке қарап, қолын жаймай, шаруасын дөңгелекті. Атамекенге бала шағасын арбасына салып сүйреп өтті. Дүрбелеңде жоғалған алатайым, дүбір салған тұлпар болып, үйге жатты да бір қозы Тойыңыз болсын. Ал енді әдемінен естелік қалдырып алыңыздар. Содан кейін Оба! Ай oldu basın Melek, hey! Hayda! Тойға келген адам, кредиті жоқ адамдар істіп келеді екен бәрекелді қуаныш құтты болсын. Ал енді рұқсат болса, осы әулеттің аттан бүгінгі жақсы қуаныш тойымызға қазақтың тойының есі той күмбірлеген күй болмаса, мың бір олған биі болмаса деп әдейі қазақи салт дәстүрімізден бүгінгі қазақтың домбырасын алып келіп отқан осында мақсаттай балаларыңыз тамаша күймен бастайын деп отыр құрметті ағайындар. Мынау күйдің қадірін білеміз ғой. Кезінде Қорқыт әкем қобызымен күй тартқан кезде жыланның өзін арбаған екен құрметті ағайындар. Тәттімбек әкем күй тартқан кезде жылап жатқан бесіктегі бала ұланған екен құрметті ағайындар. Құрманғазы әкем күй тартқан кезде қасқыр жүрісінен жаңылған екен. Нұрғиса әкем күй тартқан кезде аспандағы аққуды жерге қондырған дейді құрметті ағайындар. Ендеше сол қазақтың қара домбырасымен бүгінгі қуаныш тойымыздың тамаша бір күймен бастайық деп отырмыз ғанекей. Қол соғып қошеметтеп отырсаңыздар, мақсаттай азаматтарыңыз тамаша күй шертіп берсін. Сіздер
қуаныш тойға арнайы дайындалған ақсарбас қойдың көк басқа тайдың еті дайын болған екен, құрметті ағайындар. Бұл көктем қуаныштың көктемі еді, армандап талай қазақ ет келеді. Алдымызға астау-астау табақ-табақ ет келеді деп үлкен асымызда. Астан бүгін басымыз алдыруға рұқсат етіңіздер қанекей. Ас келеді. Осы Ақбосаға мейрамханасының арнайы сіздерге дайындаған үлкен асы. Аллаңыздар қанекей. Не деген фон, не деген даяршы қызметкерлер дейсіздер ғой. Қандай әдемі. Әдемілеп енді жек-жегімен асықпай реттеп алайық. Бата беретін мынау қазақтың тойының әні болған, қазақтың төрінің сәні болған, Құдай деген әріппен, бірақ әріп бөлсетін Құда деген қауым бар, құрметті ағайындар. Ендеше асқа бата беретін осындағы қабыл Құда деп жазылған екен. Иләһи аумин деп қабыл ағамыздан батаңыз қабыл болсын деп Иләһи аумин деп үлкен астың батасын алайық екен. Қабыл ақсақалымыз осы әулеттің құдасы. Әумин ақсақал, бүгінгі үлкен тойға, үлкен ақсақалына сізге бұйырған екен. Әумин. Яғдай оғыз, атаруарыз қауыздан, қабыл болсын Аллаға арман тілек қаладым. Жалғаса берсін сіздері той қаласына қаладым. Аналарға батыр берейін, үстел болсын берейін. Шыбықтар өсіп шынар болыңдар, ел жұртына тұмар болыңдар, оқу ғалым болыңдар, жанған оттай жаным болыңдар. Жанған оттай жаным болыңдар. Абайдай алтын басты болыңдар, жанымдай ұзақ жасы болыңдар, жирен-шеден шешен болыңдар, тоқты жарған көзем болыңдар. Өркендерің өссін шырақтарым, өрістерің кеңсін, мағынаны қалдай, шағалалы қолдай болып, өсіп өліңдер шырақтарым, амин Аллах. Amin Allah'a Баламыздың келген қаласа қабыл болсын. Ал енді құрметті жақсылар, біз қазақ үлкен ас үстінде мазалағанды жақсы көрмейтін халықпыз. Сондықтан мазалағандай болмай, тамаша күмбірлеген. Өйтіп қойып, бүгінгі қуаныш тойымыздың алғашқы әнін тартып өтсін әкеміз бен анамыздың құрметіне дейді қанекей, ата-апаларымыздың құрметіне.
Ай, бір болса қошеметтеп қоймаймыз ағайын мінекей. Сонау басқала, жасқала, Астанадан келіп бүгінгі ата-анасының құрметіне ән шырқап атқан балған қарындасымызға тағы да бір рахмет қояйық ағайын. Рахмет, міне қазақта жақсы сөз бар. Алланы сыйла, алдына барасың, ата-анаңды сыйла, жұмақты табасың дейді құрметті ағайын. Міне ата-аналардың құрметінде ұрпағымыз әрқайсы біздің тойхананың төрінде отырған әкелеріміз, аналарымыз марқайып, шалғайып тұрып бір қол соқпаймыз ба қане? Осындай ұрпақ тәрбиелеп жатқан бақыттымыз ағайын. Ай, тамаша. Ал енді рұқсат болса, армен қарата жақсы тілегімізді, ниетімізді жақсыдан жалғай отырайық құрметті ағайындар. Біздің қазақ қымыз ішіп ет жеген, бұл қазақтың күні тойыс өтпеген, бірін-бірі батыр дейтін елден біз достығын дұшпанға сөкпеген, құтты десең ұлы тойын көкпенен, ал ағайын ақ тілекті армен қарата ағытып бір бастайын, азан даусын естігендей, Меккеден деп келесі тамаша тілекті алатын. Үш жұрттың ұлысы деп ұлығы деп, сөзінің баяғының дұрысы көп. Жақсы көрем мен сіздердің нағашылар, аяулы анашымның туысы деп, ақын ағаларымыз жырлағандай, нағашыңды анаңның ақ сүт үшін сыйла дейді екен. Рұқсат болса, осы бүгінгі жақсылыққа келіп отырған балаларымыздың нағашысы және де ұлы нағашылар, осы әулеттің барша нағашылар қауым және сонау арғы беттен келіп отырған нағашылар да бар екен. Келіңіздер, той құтты болсын қарекей. Билеп тойхананың төріне нағашылар қауымы келейікші қарекей. Жігіттің жасы болуы нағашылар дейді қане. Нағашылардың жігітшілігін биін көрейік қане. Ал кет, нағашылар қалай? Биін айда. Нағашылар. Балаларыңыз сізге барса келе. Билеп, нағашылар. Бәрекелді қош келдіңіздер нағашылар. Той құтты болсын. Нағашылар бір тойға келген емес, анау Өскеменнен пойызға отырып, үштемеге әрең арып шаршап жеткен қонақтар ұқсап шықтыңыздар ғой. Енді тілек айтайық, соңына міндетті түрде билейік. Бағана айттым ғой. Жігіттің жақсы болуы кімге байланысты? Міне сіздерге байланысты. Бір емес, 3 баланың тойын жасап отырмыз. Сондықтан сіздер қуанбағанда кім қуанады ағайын? Сондықтан тілегімізді айтайық. Әдемілеп 3 адам, 4 адам айтайық. Жасы үлкен кісі, алыстан келген кісі, одан кейін түрі әдемі кісі, одан кейін мен сияқты түрі онша емес бір кісі айтсын. Жарай ма? Содан кейін қалғанымыз қосылып билеп айтайық. Ал үлкенімізден бастайық, көргені көп, көш бастайды ақсақал. Ассалаумағалейкум. Мына той төріне жиналған қадірлі ағайын, сәлеметсіздер ме? Бүгін Қойшыбай табиғат мына немерелердің тойын жасап мәресіне болып отыр. Мына алты алаштың басын қоспаса да ағайын туғанның құда жекжаттың туыс туған ағайынның басын қосып мына жетісудың төрінде дабыралы той жасап отыр. Бұл үлкен бақыт, барлығымыздың қуанышымыз. Балалардың жасы ұзақ болсын, той құтты болсын.
баланың үйдің жақсы болуы ағашынан дейді. Ұрпақтың жақсы болуын ағашынан дейді. Мінекей біздің жиендеріміз жаман болмайды. Жасы жоқ болсын, өмірлі өрісті бақытты болсын, той құтты болсын демексін. Ay rahmet, ары қарай. Öyle şıksa etsin ya. Kasım dön, altına gelin şöyle olsa. Ассалаумағалейкум. Осы тойға келген барлық құда-жеке, туыс-туған, бауыр-туыс келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Барлықтарыңызға менен жанымды сәлем. Осы менің жиенім, осы сүйенім тойына келіп, осындай дабыран той жасап отырғандарыңа мәңгі рахмет айтамын. Сонымен қатар үш немеремнің өмір жасының ұзын болып, келешегінің нұрлы болып, бақытты да, дарынды, өз құрбыларының алды болған азамат болуына тілектеспін. Және де сол жиендерімнің өмір жасының ұзын болып, келешегінің нұрлы болып, халқы сүйген қалаулы азамат болуына тілектеспін. Барлық баршаларыңызға рахмет. Ağır en birek sana tiyindik. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Hürmetli toyga gelgen tuğuşlar, toyga gelgen jegjet bauırlar. Birinci Жаратушы Allah'ın buyruğuyla осы Қазақстанға келіп, үш аймақтан басымызды қосып отырған жаратушы Аллаға сансыз шүкірлер айтамыз. Енді осы жерде мына қойшыбай жездеміз, табиғат әпекеміз жасап жатқан немерелердің тойы құтты болсын. Бала-шағалар енді осы бала-шағалардың қызығын көріп, қартаймен мәңгі алдында жүре беріңіздер. Міне арғыреттен ағамыз келіп отыр, туған нағашы атасы. Бұл кісілерден Алла бұйырып осындай осы жиендердің тойына келіп, тойына қуаныштына ортақтаса отырмыз. Сізге де рахмет. Тойға келген барлық бауырлар, барлықтарыңызға Алланың нұры жаусын, тойға жете берейін. Olma. Ağalık bir gidesin, bol tutada giyin ya. Болады, тойға деген тойшы қауым келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Қойшыбай табиғат балалардың тойы құтты болсын, балалар бақытты болсын, Қазақстанның төрінен көрінетін ақпал азамат болсын, жастар ұзақ болсын, сендер бақытты болыңдар. Әр шаңыраққа менен жалын сәлем. Барлықтарыңыздың езулеріңізден күлкі кетпей, отбасыларыңыз аман болып, тамашалап осындай тойдан тойға ұласа берсін. Ay rahmet. Қосыламыз ба? Қосылмаймыз дейміз. Жеке бөлім. Ассалаумағалейкум барлық тойға келген тойшы қауым. Бүгінгі жасап отырған жезуха тойларыңыз құтты болсын. Иншалла осындай тойдан қазақты кенде қылмасын. Барлықтарыңыз келгенімізге осындай той болуын Алла нәсіп етсін. Әрқашан осындай жақсылықта, қуанышта кездесіп жүре беріңіздер. Жақсылығыңыз көп болсын. Ал жасап отырған кішкентайларымыздың жасы ұзақ болсын, дені сау үлкен азамат болсын, елге сыйлы, халыққа қалаулы азамат болсын, әрқашан биіктерден көріне берсін. Тойдан тойға жете берейік. Ay rahmet. Қосқаныз ба? Сөз алу парыз дейді. Бәрекелді міне рахмет. Қосылып жатқан ағаштарға Алла разы болсын. Міне үлкендеріміз айтты, жастар осындай қосылу керек, құрметті ағайын. Себебі бұл тойда бөтен ешкім жоқ. Мынау құмырсқаның басқан тасы Аллаға аян дейді. Мына жерде 350 адам отырмыз ағайын. Бәріміз тілек айтсақ, тойымыз той болмайды. Сондықтан үлкендер тілек айтқан кезде әумин деп қосылып болсақ, оның өзі қабыл болады, құрметті ағайын. Сондықтан енді үлкендердің тілегіне қосыламыз. Алла разы болсын. Қайда қайда. Haydi!
барлықтардың атынан Камил Нұрдай апайымызды тамаша әні бар екен, ал енді ортаға шығып әдемілеп билесеңіздер болады, құрметті ағайындар. Ay тамаша, әзір қалған әпкемізге рахмет, ортада келіп жүрген әпкемізге сәмсім рахмет, бір қол соғып қошеметтер қаяды. Ал енді құрметті ағайындар, аршамызда ел барынша жағымызға қарай бастадық. Рұқсат болса енді бүгінгі алысқа хат жіберіп, шақырға ат жіберіп, үш құлшағының сүндет тойын жасап отырған енді әкеміз бен анамызды шақырмаймыз ғой орда. Ол кісілерді билетпей ақ қояйын десек те осы Бақтұрды мырзаны бір қол соғып қошеметтеп ортаға шақырып жүріпті. Ал қошемет сұрма! Берген! Қошемет сұрма! Шқая! Ай, бәке қуаныш құтты болсын. Көңіл дей қалай? Күшті. Ай, күшті дейді, қол соқпаймыз ағайын. Ай, тамаша, көңіл күшті. Бүгін міне ағайын туысқанның баршасы кеп қуаныш той жасап жатсың. Құтты берекелі болсын. Ал енді осы өмірдің ыстығында үйленіп